Мен туалеттің ішіне кіріп тұрған адам мен келіп үстімнен келіп бүйтіп қарап тұрды, қап-қара. Мені көрдің ба деп. Маған қарап кір деді. Күліп жымиып. Түрі кәдімгідей көрініп тұр, оны сипаттап бере алмаймын. Енді жын любой кейіпте келе береді ғой, адам кейпінде де келеді. Сосын әйелім айтады да, кім жүгіріп жүрген айтсайшы, жатсын демалсын. Екі болды ғой. Сонымен тұрамын да, мен орнымнан тұрамын. Жүгіріп жүр. Ол бөлмеде бірақ ешкім жоқ тұғын негізі. Балалар залда жатыр. Кір деді. Дәл сол жерде момент тоқтап қалдым, жүрегім дүрсілдеп. Орнымнан тұрып қалып едім. Бетім қып-қызыл, мойным қып-қызыл. Ваннаға барамын ғой, свет жағып қалсам, қара терге түскем ғой. Қара терге түскем. Мына жер бәрі қып-қызыл. Кешірім, Алла тағала кешірші мені. Алла тағала кешірші мені. Алла тағала кешірші мені. Кешірім тоқтамай жылап сұрап жүрген да. Біздер түсірілім бастамастан бұрын өзіміз екеуміз сүре оқылдық. Білмеймін сіздер не оқитындарыңызды, бірақ біздің көрерменшілеріне не айтатындарын біледі. Сіздермен бірге Қорыққа подкаст кезекті шығарылым. Достар, біздер әдеттегідей Шам студиясында кезекті шығарылым Қорыққа подкасттың. Бүгін бізде қонақта автор, актер Мақсат Бегімхан ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Және де өзіміздің бауырымыз, Мұхтар бауырымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Рахмет көп. Жалпы, қалайсыздар? Қандай жобалар болып жатыр аға, айтып кетсеңіз жалпы. Жақсы, бір оқырманға үй салып берейін деп жатырмын, Алла қаласа. Сондай бір ниетте жұмыс істеп жатырмық. Сол қорқыныш жерге шақырдыңдар ма сендер сонда? Нешінші жоғары көтеріп кеттік па қатты? Әдейі сөйтіп шақырдыңдар ғой деймін бе? Сәл бір-екі жобалардан қорқып қалдық, әңгімелеріңіз өте өтті. Жалпы енді бірінші сұрақ, жалпы сол тылсым әлемге, тылсым дүниелерге сенесіз бе, және де өміріңізде сондай болып көрді ме, кездесіп көрдіңіз бе? Иә, сенем, көрдім, талай көргем. Біз енді ауылда өстік. Қызылорданың ар жағында Жалғаш деген ауыл бар. Оның ар жағында Аққұм деген ауыл бар. Өзіміз тұқымымыз сол жақтан. Әке-шешеміз сол жақтікі. Әліш деген атам марқұм. Өзі мықты, яғни әулие дейді ол кісілер. Әулие деп ол кісінің сол ауылдың тұрғындары айтып кеткен кезінде. Арқасы бар деген секілді. Жоқ, арқасы бар емес. Mesela ол мықты өзінің дініне андай мықты несінде болған, намаз оқитын болған мықты. Иә, өте мықты ұстанатын болған кісі. Сол кісінің енді Алла тағала бір өзі сондай бір мықты енді кісілерге, сондай бір кісілерге өзі Алла тағала беріп қояды бір қасиеттер. Көріпкелдік береді. Алдын ала айтып отырады, енді көп нәрсе жағдайлардың бәрін көбінесе алдын ала айтып отыратын болған ғой, көбінесе. Мысалы пәленшеге айтса, пәленшеге айтады деп айтып отыратын болған. Сол сияқты ол кісілердің бір сондай несі бар тұғын, ол әжемнен кейін өзімнің әжемді тоже Зейнел дейтін әжем бар, марқұм. Тоже ол кісіде сондай бір қасиеті болды. Біз енді сол әжеме енді кемпір мен шалдың қолында өстік қой, әжем қолында өскеннен кейін көп нәрсе естідік, көп нәрсені айтты. Көп нәрсе көзімде жетті одан кейін. Жалпы, Мұхтар бауырым, өзің жалпы енді осы кітапты оқып шықтық өткен выпусктан кейін. Жалпы осы жерде ішінде бір керемет бір заңдылықтар бар екен. Жалпы жаңағыдай өмірге байланысты тағдыр, әділет деген секілді. Осы заңдылықтар жалпы өмірмен қаншалықты байланысты, жалпы или бір өзіңнің шабытыңнан шыққан сондай заттар ма? Негізі бұл заңдылықтар өмірден алынған. Ішіндегі тағдырдың қоятын 4 заңдылығы бар. Жалпылама менің персонажым тағдырдың көптеген өзінің баптары бар. Соның ішіндегі 4 заңдылық бұл кітаптың ішінде бұзылады. Аттарын атап өтсек, азғындық, көз жас, қиянат және антты бұзу. Осы 4 заңдылық бұзылғанның әсерінен осындай тылсым оқиғалар басталады. Жалпылама осы көшенің бойында. Әрбір заңдылықтар жайлап айтып кетсең былай. Жалпы әр заңдылық бұл жерде менің басты 6 кейіпкерім бар. 6 кейіпкердің 2-еуі детектив, ал 4-еуі кәдімгі адамдар. Бірақ бұл жерде детектив неге? Бұл жерде қылмыс шынайы өмірдегі қылмыстар емес, адам өлтіру деген сияқты. Бұл жерде мистикалық қылмыстар. Барлығының кәдімгі өзіміздің сүріп жатқан өміріміз секілді ағыммен өмірлерін сүреді, бірақ олар өздерінің қылмыскер екендерін білмейді, мистикалық тұрғыдағы. Яғни соның тағдырдың істегендері. Яғни мысалға бізде өмірде талай азғындықтар бар. Көз жас деген қыздың көз жасына қалу, немесе өзінің туған сәбиін балалар үйіне тапсыру деген секілді. Көп антты бұзудың өзі, уәдені бұзудың өзі дұрыс емес нәрсе. Жалпы соларды жинақтап, осындай 4 заңдылық шығарғам осы кітаптың ішінде. Осы 4 заңдылық осы кітаптың ішінде айтылған екен.
Аға өзіңізде жалпы қандай оқиғалар болды басыңыздан өткен айтып отырсаңыз? Енді ана ютубқа, тиктокқа тарап кетіп ғой, миллиондап просмотр жинап. Ана біздің қазақ фильмінде болған оқиға, баяғы Арай тобының админ болып жүрген кезімде сол оқиға білетін шығарсыңдар оны. Енді одан бұрын да біраз оқиғалар болды ғой, ауылда жүрген кезде. Осы кейінгісін айтып бере аламын. Примерно 2000, қателеспесем, 2021 ма? Мен ютубта тұр, кстати. Осы баяғыда бала кезімде әжем, марқұм, өзінің басынан өткен бір оқиғасын айтып беріп отырды маған. Сол оқиға есімде алып қойған да. Кейін енді өсе келе қолымызда возможность бар кезде неге соны сценарийін жазып, тура қалай болды, тура солай неге түсірмеске деген ой келген маған. Осы Алматыда жүрген кезде. Сөйтіп, ол историяны мен еще сол өзім ауылымда үйіме барып түсіргім келді, сол оқиға болған жерге барып. Осы Алматы қаласынан команда жинадым. Осында жігіттер сияқты операторларды жинадым, жаңағы звукачтарды жинадым, барлығын жинап, осы команда, мықты команда жиналып барғам негізі. Подводили, бірақ ребята, негізі сол жаққа барғаннан кейін. История мынандай болғанда негізі. Менің марқұм әжем 81 жылы больницадан шығып жатқан кезде, больницада жұмыс істейтін болған, больницадан шығып жатқан ауылда. Енді ол кезде ауылда қандай айдала ғой, қамыс, шөптер. Сөйтіп жолда жатқан кезде, больницадан шығып жатқан кезде дәрет қысқан, сонымен шөптердің арасында дәрет қысқан не істей салайын деп, сөйтіп шарасын бітіріп, әрі жүріп бара жатса, артынан бір кісі кәдімгі аяқтың ізі шыққан ғой. Бір артынан қуып жатқан сияқты. Шыққан. Сөйтіп жай артына қараса, қап-қара адам дейді да, тісі көрінбейді дейді. Бірақ қап-қара адам, бейнесі дейді да, қап-қара адам, тісі жоқ дейді. Жүрсем жүреді, тоқтасам тоқтайды дейді. Қарап тұрады просто дейді. Тура мен неде көрген, қазақ фильмінде тура сол бейнені көрген мен негізі қазақ фильмінде. Тура сондай адам дейді. Сонымен қорыққанымнан жүгірдім дейді үйге қарай. Сол үйге дейін жүгіріп келдім дейді. Сонымен марқұм әлші адам отқан кейін есті алдында сол кезде, ей, не болды, сонша қаштың ғой деп сұраған ғой да. Үндемеген айтпай тұрған. Не біреу қуып жүр ме артынан деген ғой. Үндемеген, сөй тұрған айтқан ғой да. Ке қасыма отыр деген, отырғанда, сені біреу қуып тұр ма, сен қасында біреу тұр ма деген, иә, қасында отыр деген да. Пәленше ана Сәбит деген көршіміз, мысалға да, көршіміз бар. Сәбит ағаң айт, күрек алсын, жаңа дәрет сіндірген жеріңе бар. Білмеймін, айтпаған ол, бірақ жаңа марқұм атам айтып беріп отыр. Біліп отыр, иә, бәрін. Иә, біліп отыр, не ситуация болған. Дәрет сіндірген жеріңе бар, сол жерде қазыңдар, сол жерде адамның сүйегін табасыңдар, денесін табасыңдар, соны алып, басқа жаққа барып, жаңа жерлеңдер деп сөйтіп айтқан екен да, сол жерге өткен ертең жол түседі деп айтқан екен. Жол түседі деп. Сол оқиғаны примерно мен ол айтып, ладно енді, сол оқиға өткен, сол мен кино қылып, сериал қылып түсіргім келді, сериал. Сөйтіп соны сценарийін жазып, осы командамен күшті Қызылордаға Аққұмға келіп түстік. Сол бір күн демалыс алдық та, сол келесі күні съемка бастайтын болдық Қазанда. Сөйтіп Қазанда съемка бастадық. Сөйтіп бастаған кезде бізде өзіне өзі звук істемей қалады қайта-қайта. Звук істемей қалады, звук істемей қала береді. Кәдімгідей бір сахна түсіріп аламыз, звук бар болады. Көрсек, кадрда звук жоқ. Сонымен басында біз ойладық, технически не екені жарайды. Звуктан дұрыс емес. Ақаулар болып жатыр. Иә. Одан кейін целый день түсіреміз. Мысалы 10 сахна түсірсек, оның 8-і жоқ, өшіп кеткен. 2-і ғана тұр. Өшіп кетіп жатыр қайта-қайта. Мен уже паниканы ізде. Келесі күн тағы түсіреміз. Амалсыздан өтіп түсіріп жатырық. 2 күн өтеді, 3 күн өтеді. 3 күн өткеннен кейін жаңағы операторымның ассистенті болды, бір жігіт. Сол түннің ортасында сағат 1-дің кезінде ма, 2-ның кезінде мен әйеліммен бар болғам, кішкентай баламмен бар болғам. Түнгі ұйықтатқан кезде өзіне өзі хайбай көтеріп жатыр да залда. Бәріміз бір үйде тұрып жатырық, кстати. Стоп сендерге түсінікті болу үшін бәріміз бір үйде тұрып жатырық, 5 бөлме ғой. Бір бөлмесін өзім алғам, бір бөлмесін балаларға берген командаға. Залды бергем ғой. Соның ішінде бір бала атын айтпай ақ қояйын, енді ертең ренжіп болар.
паниковать етті. Айқайласып жатыр, иә? Айқайлап жатқан жоқ. Өзі паника жасап айқайлап жатыр да. Сөйтсем қасында сонымен шошып кеттім, не айқайлап жатыр деп ат тұрып ұйқымнан барып залға барсам, балалар успокоить етеді да, ей, нормально, нормально деп. Барсам, көзі шығып кеткен, көзі банка өсіп тұр да, қатып тұр маған қарап. Ей, не болды, аманшылық па десем, терезеден бір әжеңді көрдім дейді да. Маған қарап тұр екен дейді да. Соның ортасында. Мен айттым, сен просто көрінген шығар саған. Жоқ, мен бір әжені көрдім, мен қайтам дейді ғой. Сөйтіп айттым, қайтатын болсаң, бірге қайтамыз. Болды, бір 3-4 күн шыдаңдар, 3-4 күн давай сценарийді қысқарттық. Кстати, жаңа бір момент ұмытып кеттім. Мына звук жоғалып кетіп жатты, кадрлар жоғалып кетіп жатқаннан кейін біз уже андай неге келдік та. Мына болмайды уже. Давай қысқартайық сценарийді. Қысқа пофиг түсіре салайық. Осында кет, хотя қысқарып түсіре салайық дедім да. Может, короткометраж шығара саламын дедім, көп жерді түсірмей қоямыз деп. Сонымен сөйтіп келісіп жаңағыдай қысқарып түсіргеннің өзінде де кадрлар жоғалып кетіп жатты, қайта өзім әжем жайлы не айтам, соның бәрі жоғалып кетіп жатыр ғой, үшін кадрлар. Мен Зенел дейтін марқұм әжем жайлы, Зенел деп атын қойғам еще. Сол жайлы не айтсам болды, жоғалып кетіп жатыр кадрлардың бәрі. Сөйтіп жаңа баланы успокоил, короче, нормально, көзіңе просто көрінген шығар, нормально деп. Сонымен келесі күні азында съемка жалғастырамыз, кешке дейін түсіреміз, кешке жақын. Тоже ұйықтап отырамыз. Ұйықтап жатқан кезде біздің бөлме болды, мына зал болды, мына тағы бір түкпір бөлме болды да. Бар да. Сол бөлмеден бір жүгіріп жүрді. Дауыстар шығады, иә? Дыбыс емес, жүгіріп жүрді. Кәдімгі. Үйдің іші болады, жүгіріп жүрсің ғой, жаңа дауыс. Сосын әйелім айтады, мынау кім жүгіріп жүрген айтсайшы, жатсын демалсын, 2 болды ғой. Сонымен тұрамын да, мен орнымнан тұрамын. Жүгіріп жүр. Ол бөлмеде бірақ ешкім жоқ тұғын негізі. Балалар залда жатыр. Жүгіріп жүр. Сонымен тұрамын да, мына есі алаңдар екен ғой деп, боқтайын деп барып, түн ортасы болды, жынысындар ма деп есікті ашып қалсам, мына бәрі қорқып жатыр дейді, бәрі маған қарайды. Балдар түгел да бәрі? Бәрі түгел, сол жатыр. Бәрі қорқып бүйтіп жатыр ғой. Маған қарайды, есікті ашсам. Мәке кім жүгіріп жүрген дейді. Жүгіріп жатыр бақ, әлі дауыс шығып жатыр. Әлі жүгіріп жатыр да. Сонда мен де енді кішкене қорқыңқырап, қасыма бір баланы алып, сөйтіп барып есікті ашып қалсақ, ешкім жоқ. Жүрген дауыс бірден тоқтап қалды. Есікті ұстағанға дейін жүгіріп жүрген біреу. Есікті ашқан кезде ешкім жоқ. Балалар одан сайын шошынды. Естественно, шошынды. Бәрі шошынып қалды. Сонымен сол жерде түнде бәрі қайтамыз деді. Бүкіл команда қайтамыз деді. Сонымен балалардың барлығын успокоить үшін далаға алып шыққам ғой. Сөйлесейік, жігіттер, болмайды. Давайте 2 күн шыдаңдар, 2 күн уақыт беріңдер, 2 күн бітіреміз съемканы дедім да. Үйдің алдында менде не болған тұғын, контейнер болған тұғын, контейнердің жанына кеп, балаларды кеп, 4 баланы кеп, сөйлесіп тұрған ғой. Әлі түн, иә? Түн ғой, түнгі. Сол жаңа жүгіріп жүргеннен кейін далаға алып шыққан болды. Паниковать етіп кетті балалар қатты. Стресс болып кетті да. Далаға алып шығып едім. Далада анау жаңағы контейнер емес па? Контейнердің жанына кеп тұрған едік. Түнгі сағат сол 2-3 уақыт болды мен. Сөйлесіп тұрған кезде соның ішінде бір бочка болған. Сол гүрс етіп құлайды ғой. Ана дауыс бірдеңе жарылғандай дауыс шығады ғой. Баң ете қалады. Ана болады дейді. 4 болады, 4 жаққа қашты ғой. Не істерін білмеді, паниковать етіп, бүкіл светтің бәрін жағып. Сонымен азанда балалар сөз айтты, мен қазір қорққаннан дым шықпайды. Давайте барайық, жатып, свет жақып қояйық, ұйықтаңдар. Сонымен азында ұйықтап қалдым, азында қарасам, көзімді бір ашсам, режиссер бала, оператор киімдерін жинап шығып барады екен. Сома орнынан тұрып тоқтатайын десем, бүкіл команда оның алдында 1 сағат бұрын шығып кетті. Такси жалдап. Кетіп болған сізге. Айтпай уже. Бүкіл команда кетіп қалды. Содан кейін ол балалармен кездескен жоқпын. Естественно, ренжідім, конечно, ескерткен жоқ, айтқан жоқ. Бұл жерде жалғыз. Енді жарайды қорыққанға қос көрінеді дейтін нәрсе бар, ол да бар. Қорқа бересің, ол жарайды, ол қайта ескерту керек еді ол жерде. Бізде мен де бала шағамның бәрін ертіп алып, ондай жас бала емеспін, әр жерде жүретін. Сонша еңбек далаға кетті, сөйтіп. Бірақ ана оператор айтыр, сол уговор етіп, давай түсіріп тек деп, оны ғана қалдырдым да. Актерлар кетті бәрі. Актерларға дейін кетті, бәрі қайтып кетті. Одан кейін кездескен жоқпын, олармен жолыққан да жоқпын, сөйлескен де жоқпын.
сөйтіп подводили ребята, сөйтіп былай айтқанда лақтырып кетті ғой. Иә. Ренжисің, конечно, сонша жерден келдің, сонша жерден команда Ну, жинайсың. олар ойлаған сияқты меніңше сізге кері айтатын болса тағы да көндіріп алады бізді деген сияқты. Мүмкін ол да, бірақ енді дегенімен қорыққан ғой. хотя бы қатты қорыққан шығар, бірақ енді хотя бы ескерту керек еді. Ескерту керек еді, иә, Айту керек негізі. еді. Болмаса бірге шығып кете салатын едік та, мысалға. Оңай нәрсе емес. Ол одан кейін де көп нәрсе болды ғой. Просто Жалпы сол жобаңыз шықты ма потом? шықты, ютубқа салдық. Ол просмотрда жинамады. Негізі мен ютубқа не салсам да 100 мың, 200 мың жинайтын. Не? Сол кезде Қазір бар ғой ютубта. Тұрайдың ютубта, өшіріп салмасам Қарау егер. керек, міндетті түрде. Зейнел дедіңіз иә? Зенел. Зейнел. Сол сияқты андай жаңағыдай нелерге сенесіздер ма дейсіздер ғой. Сенеміз ғой, негізі адам дейтін андай нәрсе ғой. Ол мен өзім ойлаймын енді ол өзіміздің жүрген жүрісімізге байланысты деп көп историялар естимін да тоже менде. Кәдімгі достарымнан, блогер қыздардан да естимін. Естіген шығарсың, который осы жақында емес, осы бір история көзін ашса Көктөбеден бірақ шыққан, құлайын деп тұрған бір қыз да. Иә. Иә. Мысалға ол тоже танысымыз көтіп өтетін бір емес та. Білмейді да, мысалы, просто біреу мысалы жүр кетік деп артынан ере береді. Кім айтып осы сөзі? А? Кім айтып осыны? Ол тоже бір ортамызда араласып жүрген қыз ғой, жақсы. Құдай сақтағанда оны по-любому. Ол осы клубқа, мысалы, клубқа бір жерге барады, мысалға да. Сол жақтан біреу алады, жүрсе, родной жүрсе, далаға шығып таза ашып жүре алып кете береді. Бір Көктөбенің бір қараса Көктөбеде тұр екен да, бірақ білмейді да ол өзі. Кесе секірсе не істеп аламын дейді да, мысалға. Салқыннан есін жеп алса тыржалаңаш тұр, Көктөбеден секірейді тұр, мысалға. Өз-өзіне қол жұмсауға итермелеп тұр ғой. Құдай сақтап қалды, бірақ есін жиғыз да. Құдай сақтасын ғой, ешкім басына жазбасын. Енді әртүрлі жағдайлар болады, артымыздан да қуды. Енді баяғыда бір кішкентай кезімде тоже андай ауылда білмеймін ғой, енді баяғыда күл баспа деп, ананы баспа деп айтады ғой, баламыз ғой, күл басамыз ғой, қыз көріп. Сөйтіп қыз көріп басқаннан ба, может, артымыздан кішкентай андай жаңағыдай ненің несі баласы дейді ғой. Сондай қуып баяғыда артымнан. Оны да көзбен көргенбіз, бірақ енді біреуге өтірік болады, біреуге шын болады. Басынан өтпегенге сенбейді ғой ешкім. Конечно, басқадан сенбейді. Мысалға ана қазақ фильмінде болған оқиғада тоже сондай. Мысалға Азамат танымал әнші, мысалы Рысбек Аташтың сериал несін түсіріп отқан кезде де тоже сондай. Мысалы дәрет центрге барған кезде тоже мен көзбен көріп тұрған нәрсе. Мысалға ол жерде мен қашып шығып тұрмын ғой енді туалетке соңында. Ана қара бәлі қайта-қайта келіп, қайта-қайта қасыма келе береді, қасыма келеді. Сол историяны дұрыстап айтып бересіз ба? Деталь естен кетпейді де ол. Қалай? Естіп қойған сияқты оны көп уже. Оны бәрі естіпті, ол миллиондап, 4-5 миллиондап. Есіне кетті уже мен. Кейін ол бір жерде айтып бермесе өзге. Ол, видишь, ол мекен ететін жерлер болатын шығар деп ойлаймын мен, может, олардың біз сол жерде болып болған шығармыз, может. Ол просто мен не в том момент болып қалдым да сол жерде. Ол сол жерде болмауым керек еді мен. Мен болып қалдым да сол жерде. Мен может оларға помешал. Мысалға да, білмейсің да оны. Бұл мен көзбен мен тәрестілер кіріп, мен туалетке ішіне кіріп тұрған адам мен келіп үстімнен бетіп қарап тұрды, қап-қара. Мені көрдің ба деп. Сен ол жерде сен қандай неде боласың мысалға. Мен мысалға қашқанымша қаштым біріншісінде мысалға да. Сосын мен ішім өтіп бара жатыр, бірақ амал жоқ, қайттан кіресің да. Бір қарасаң аяғы тұрады. Сен көріп тұрасың да оны. Оны ол жерде сен аузынан сөз де шыға алмайды, не айтады, кімнен көмек сұрағаныңды білмейсің да. Бірақ енді Алла тағала енді бір андай біреуді қорқытайын деп не істемейді. Ол сол жерде болып болған жерде ойлаймын, бірақ Алланың бір андай кереметі көп қой. Мысалға нығметтері де көп көрсететін, таза жүр дейді негізі по идее. Біз енді көбінесе таза жүрмейміз. Дәрет алып жүріп постоянно ғұсылмен жүрді бекер айтпайды негізі. Ұстаздарымыз жалпы ше, қазір енді мен осы кеше жақында осы дәлелмен инстаграмға салған болатынмын. Көрдіңдер ма, көрмеген, может көрмеген шығарсыңдар. Тоже жаңағыдай мен жаман жақты да айта бермей, жақсы жағын да бір айтып қосып қоя салайын деген ғой. Сіздерге қарай. Тоже сондай жағдайдан кейін біз енді өзіміз қолға аламыз ғой көп нәрсені. Таза жүрейік деген сияқты. Мен ол жерде тек өзімді ғана кінәлаймын мысалға. Біріншіден мен өзім таза жүрмеген шығармын деген нәрсе бар да. Адам таза жүрсе,
мысалы бастырылу дейтін нәрсе бар ғой. бар. Мен өте көп бастырыламын мысалға. Мен до того бастырыламын, мен уже білемін ғой бастырылайын жатқанымды. Мен күтіп отырамын ғой соны бастырылады. Қазір бастырыламау деп күтіп отырасыз. Күтіп отырасың да уже қаяқтан келеді екен деп ыңғайлап отырамын да, өзіме ыңғайлап жатып алайыншы, қазір тұншықтырмасын деп жатып аламын ба, анау жақындаған кезде келіп оянып кете саламын, прикол ұстап. Мысалға да, сол сияқты да, типа. Жоқ, енді оянып кетсе ояна алмайсың ғой енді. Мен жаңа әзіл ретінде айтып отырмын да. Просто до того үйреніп кеткеніміз, менің айтып жатқан сөзім, біз до того үйреніп кеткеніміз соншалық уже бастырылып жатқанымызды сеземіз да, уже. До того біз сезіп тұрасың уже. Сол айтады негізі. Сол үшін таза жүру керек деп ойлаймын меніңше. Просто жатқан төсегіміз болсын, өзіміз ғұсыл алып, жуынып, шайынып, дәрет алып сөйтіп жатсақ, негізі ештеңе болмайды. Мен мысалға ана қари досым бар, Әлиқожа дейтін, көріп отырса, сәлем жолдап қояйын. Ақтаудың жігіті, мешітте наиб имам, өзі осы жақта сабақ береді. Тоже медреседе болған оқиғасы айтып берген, басынан өткен. Жаңағыдай медреседе кетіп бара жатсам дейді да, түнде дейді, құптаннан кейін дейді, түнде коридорда өтіп бара жатсам, қап-қара бір адам дейді да, өзіне өзі келіп жаңағыдай мені тұншықтырды дейді да, коридорда тұншықтырды дейді да, түсім емес ол дейді, менің ұйықтап жатқан жоқ, мен өңімде мені до того қалай духы жетті деп тұрды енді, алып мені сол жерде мен бар білген сүремнің барлығын қайтардым дейді да. Көп қой сондай случайлар мысалы. Ондай случайлар көп. Медреседе оқып жатқан балалар осы жақында бар бүйтіп, бір бала тоже бүйтіп көтеріліп диваннан құлаған дейді. Жақында естідім да тоже. Бізде сондай история болған негізі бірінші выпускта, сондай қонақтар сондай оқиға айтты. Мен естігенмін, біреуден естідім. Тоже жолда жатқан кезде айтты да, осы бір жас бала дейді, студент бала медреседе түнде ұйықтап жатқан кезде өзін-өзі бүйтіп көтерілген да диваннан жатқан дейді да. Оған сенің ішінде оғасын. Қалай сенбейсің? Сенбейін десең, бәрінің басында болып жатқан. Бізде Мұхтар бауырымыз алдын айтқан өзі. Менің өзім өмірім тылсым оқиғамен көбінесе кездеседі. Қандай оқиға болады, өзіңде айтып едің осы кезде? Жалпы сол көп бастырылу деп жатыр ғой. Ұстағанымыз бастырылу сол көп болатын еді. Өмірімізде мен сол кішкентай кезімнен бір 6 жасымнан 7 жасымнан бастап негізінде бастырылу сезіндім да ше. Содан кейін тылсымнан былай қорқа бермеймін, өйткені ол да Алланың жаратылысы деген сияқты. Сол бір оқиға болды менде. Медреседе 2-ші курсқа өтейін деп жүрген кезде. Медреседе оқыған тоже. Сарыағаш әбдуғапар. Үйге келгем. Жалпылама біздің үй андай ғой. Жалпылама біздің үй сол жердегі районымыз бұрында КСРО-ның кезінде ол жерге көп қоқыс тастаған ғой. Ауылдың қоқысын бәрі сол жерге жиып тастаған. Свалка дейді ғой. Иә. Сол жерден текстелген нормально болған, сосын барып үйлер соғылған ғой. Сол жерге де біздің үй соғылған. Содан да шығар деп ойлаймын. Жалпылама түкпір бөлме бар еді. Сол бөлмеде мен ұйықтасам, сол күні сол бөлмеде бастырылып шығатын едім. Жаңа прикол ұстап деп жатыр, сол сияқты мен әдейі баратын едім сол бөлмеге. Дәл сол күні бастырылып шығам. Уже білесің бастырылатын сол. Бастырыласың, білесің, оянып кетесің, бастырып жатса білесің да. Қалай оянып кетіп, қалай әрекет ету керек деген сияқты. Солай болып жүрді. Күндердің өте берді, сол бірінші курс аяқтағаннан кейін ораза уақыты ауыз бекіттік, шам намазын оқиын деп жатырмыз. Барлығы, үйіміздің барлығы сол кухняда. Сонымен түкпір бөлмеге қарай өзім жалғыз бара жатырмын ғой. Ойымда ештеңе жоқ, бастырылмағанда, тылсым оқиға болмағалы да ұзақ уақыт болған. Уже есіңнен шығып кеткен. Иә, есімнен шығып кеткен, бірақ мен сол жаңағы бастырылатын бөлмеге қарай намаз оқимын да, сол жақта намаз оқимын үнемі. Мен барып есікті ашқан кезде орнымда тұрып қатып қалдым ғой. Алдыңғы выпускта айттым ғой, Ақсұлбаны көрдім дедім ғой. Тура сол Ақсұлба тұр. Дәл сол Ақсұлба. Алдымда 1 метр, 1,5 метр ары жерде сол тұр. Маған қарап кір деді. Күліп жымиып. Түрі көрініп тұрмасың да? Түрі кәдімгідей көрініп тұр, оны сипаттап бере алмаймын. Енді жын любой кейіпте келе береді, адам кейпінде де келеді деген сияқты солай. Мүмкін бұрында кішкентай кездерімде қараған қорқынышты фильмдердегі бейнелер шығар. Кірді, дәл сол жерде момент тоқтап қалдым, жүрегім дүрсілдеп. Мен артқа қайтатын болсам, жеңілесің ғой ана жерде. Шыны керек, бетің қайтып қалады, может жүрегің ұстап қалады деген сияқты. Барлық батылымды жидым, сол жаңағы ұстаздарымыздың айтқан мәселесі ол, қорықпау керек, өйткені ол да Алланың жаратылысы деген сияқты. Ішке қарай кіріп кеттім. Дәл осылай
бетпе бет келгенге дейін жоғалған жоқ, бетпе бет қалай келеді, көзден ғайып болып кетті. жоқ болып кетті. Сөйттім да сол жерде тура сол көрген бейненің қасына жайнамаз төсеп намаз оқыдым. Жаңағыдай ғой, жоғарыңнан қарап тұрады ғой. Сезіп тұрасың жаңағы. Сезесің, бейнесін, несін, көзің қырыңмен. Мән бермейін десең, мән берілетін нәрсе да, қатты аурасы сезіліп тұр. Жалпы сондай оқиға болған, и сол бөлмеде үнемі мен сол Ақсұлбаны үнемі көретін болдым ары қарай. Баяғыда жаңағы есік деп жатсыздар ғой. Андай бір есімде адам түс көрген кезде түстері болады ғой, естен шықпайтын бір түстері болады. Короче, 6-шы классымда бір түс көремін да. 6-шы сынып оқимын, сол есімнен кетпейді да. Одан кейін бір где-то студент кезімде бірінші курс оқимын ба, сол бір түс көргем, сол есімнен кетпейді да. Бір екі түсім бар, который есімнен ешқашан кетпейтін. И соған бір андай жауап іздеймін да мен всегда. Қақта жүрсем де жауабын іздейсің. Не үшін мен бұл түсті көрдім деген. Өйткені Алла тағала жайдан жай мысалы ол нәрсені маған түсіме кіргізбеді деп ойлаймын. Иә, өйткені оған сұрақ көп та. Сонда біріншісі мына неден бастайыншы, жаңағы түнде көрген бастырылған деп жаңа әңгіме отыр ғой, бастырылған деп. Өмірімде бірінші рет бастырылған сол қатты бірінші осында болды. Үйде жатырмын. Залда кәдімгі келіп, үйге келіп, не істеп, қолым жуып, ұйықтап, дем алдым. Жатқан бойым еді, резко келіп үстіме бір секірді да. Секіріп алды да, резко тұншықтырып бастады. Қап-қарадан. Татау қатты тұншықтырып жатыр, енді жаным қиналып жатыр ғой. Сөйтіп, оң жағымда мынандай зал ғой, залда жатырмын. Мына жақта диван, мына оң жағымда не тұр екен да. Есік бар да. Балкон дейді ондай. Айдың несі түсіп тұр да. Сәулесі. Айдың сәулесі түсіп тұр да. Жап-жарық болып айдың несі. Сол жерде андай жерде жайнамаз тұр екен, құбылаға қарап. Бізде енді өмірде ешкім намаз оқымаған үйде. Бірақ жайнамаз жоқ па үйде негізі? Жайнамаз жоқ тұғын ол кезде. Ол кезде жоқ тұғын. Жайнамаз тұр екен, жайнамазға айдың сәулесі түсіп тұр да. Мені тұншықтырып жатыр. Мен оң жаққа қолымды соған қарай созады екенмін. Жете алмадым да, жайнамазға қарай, жарыққа қарай. Сон бір кезде үйде Құран оқылып басталды. Арабша. Мына жақта кухнядан мысалы басқа сүрелер оқып жатыр, мына жақта басқа сүрелер оқып жатыр. Әр бөлмеден әртүрлі сүрелер оқып жатыр. Миым ашып барады. Сол кезде ана бір түкір бөлмеден Аллаху акбар дейтін дауыс қатты шықты, датауы қатты шықты. Анау қара үстіндегі жоқ болып кетті. Азанның дауысы болды ғой бана. Білмеймін, азан дауысы болғанда просто мені анау тұншықтырып жатыр. Мен анадан құтыла алмай оң жағыма қараймын. Оң жағыма қарасам, айдың сәулесі тұрған жайнамаз жатыр екен да жерде, құбылаға қарап. Құбылаға қарап жайнамаз жатыр екен. Соған қолымды соза алмай жатырмын осы үшін. Соған жете алмай жатырмын. Сол кезде әр бөлмеден әртүрлі сүрелер оқылып жатыр да, естіп жатырмын ғой енді. Сөйтіп түкпір бөлмеден қатты дауыс шықты. Аллаху акбар дейтін бір дауыс шықты. Сол кезде анау қара жоқ болып кетті да. Жіберіп тұрады жоқ. Жоқ болып кетті. Сонымен орнымнан тұрып қалып едім. Бетім қып-қызыл, мойным қып-қызыл. Кухня ваннаға барамын ғой, свет жағып қалсам, қара терге түскем ғой, қара терге түскем. Мына жер бәрі қып-қызыл. Қып-қызыл болып кәдімгідей андай. Өмірімді бірінші сол кезде бастырылып. Осы нәрсе есімнен кетпейді. Енді бұның да бір несі бар шығар деп ойлаймын енді. Ол да бір ескерту шығар. Ескерту бар шығар деп ойлаймын. Алла тағала менің бала кезімнен көп ескертеді маған. Баяғыда Алла куә ғой, кішкентай кезімде бір 5-6 жасым жар. 5-6 жасымда бір артымнан көшеде ойнап жүріп, көшеде келе жатырып, артымнан бір қария бір шалғын келіп, желкем қолын қояды да маған. Басымнан сипайды да, саған намаз оқу керек дейді, кетіп қалады. Кетіп қалғанда намаз оқу керек дейді, мен ол шалға бір қараймын да, я ата деп қоямын да, бір тұрып ойнап, артымда жаңғысы жоқ болып кетті да. Сол сияқты ескертулер көп келеді маған. Бала кезімнен жаңағыдай түспенді. Жаңа 6-шы класста көрген бір түсім бар деп айттым ғой, есімнен ешқашан кетпейді. Өйткені жасымызға 30-дан асып кетті. Енді жасымыз 30-ға келіп ойланып отырмық қой, былайынша келгенде. Әлі күнге дейін мен мысалға ол сұрақ бар да. Не үшін деген. Не үшін мен бұл түсті көрдім дейтін. Өйткені мен ол кезде дін жағына хабарым жоқ, баламын. Мынау
менің түсім былай басталды да, мен андай айдың үстінде екенмін да. Айдың үстінде. Айдың үстінде екенмін, түсімде ғой енді. Иә. Иә. Айдың үстінде андай сумен ойнап жатыр екенмін. Жер айдың үстінде тұр екенмін. Айдың үстінде домалақ білесіз, айды көрген кезде. Тесік Иә, тесік болады ғой. Сол сумен бүйтіп ойнап отыр екенмін. Сөйтіп ойнап отырсам, болдың ба деді бір кісі. Қазіргі неме айтқанда, андай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам андай баяғы киімдер болған ғой андай баяғы. Иә, орап Шапан. неткен. Тура сол киініп алған. Баста не, мына жерінде бірдеңе орап алған, мына жерінде тиыны бар. Тура сол заманның мен өзі білмеймін ғой, пайғамбар жайлы да білмеймін, саллаллаху алейхи вассалам, ол кісі жайлы білмеймін, дін жайлы да білмеймін, баламын өзі. Олар туралы образ жоқ қой сізде. Образ вообще жоқ. Иә, мен ол кісінің кім екенін де айта алмаймын. Ол кісінің кім екенін де айта алмаймын. Бірақ ол кісі өте жылы болды да маған. Болдың ба деді. Болдым дедім, орнымнан тұрдым. Қолымды берді, маған қарай келді, қолын осылай тұрды. Келіп қолынан ұстадым. Қолынан ұстап, мында қап-қара есік тұр екен, айдың үстінде жүріппіз. Қап-қара есік тұр екен. Соған кіріп бардым кезде мен қолымды тартып қалдым да, артқа жылжып, кешірім сұрап жатыр екенмін да. Кешірім, Алла тағала кешірші мені. Алла тағала кешірші мені, Алла тағала кешірші мені деп кешірім тоқтамай жылап сұрап жатыр екенмін да. Бірақ баламын мен. Мен бала болып Алладан кешірім сұрап жатырмын да. Алла тағала кешірші мені деп жылап жатыр екенмін. Мені қалдыршы деп жатыр екенмін. Мені қалдыршы, өтінемін, мені қалдыршы деп жатырмын да. Мен ана кісінің енді датауы, жүзі өте мейірімді болды. Мен өмірімде ондай мейірімді адамды көрмеппін вообще. Ананың түрі көрінбейді да, қап-қара да түрі. Яғни просто қазір қап-қараң қараң жерге қарайсың, тура сондай да, түрі ғана көрінбейді да. Бірақ андай арабтар сияқты, ескі арабтар сияқты киініп алған да. Шапаны бар, несін орап алған. Бірақ ана кісінің күлген жүзін көрдім да. Бірақ түрі көрінбейді, өте мейірімді адам екен да. Күліп тұрды да маған қарады да. Жарайды, қалсаң қалсайшы деді. Енді ана жерде мен қатты қуанып кеттім да. Артқа қарай жүгірдім да қаштым. Қашқанда жүгіріп бардым ғой енді, қуанып барады екенмін. Сол кезде мақсат деді, тоқтап қалдым да, артыма қарасам, ау десем, бергеш деді. Жанына келдім, жанына келген кезде, осыны папам көріп отырса баяғыда айтып берген баяғыда. Папама да, мамама да 6-шы класста. Кімге айтпадым, бұл түсімді. Сөйтіп қапшығын ашты да, қапшығын қолына, андай қапшығы тұр екен, ашты да, бір домалақ андай темір тиындар сияқты, тиындар екен. Ал қолыма беріп жатыр да, көп беріп жатыр екен. Мына қалтама салам, мына қалтама беріп жатыр. Бір кезде өсіп, футболкамды өсіп отырмын, толтырып беріп жатыр да, толтырып беріп жатыр. Енді бара бер деді да. Маған көп ақша берді деп, мәз болып. Жүгіріп бардым да, айдың үстіне жүгіріп барып, айдың үстіне кәдімгідей секірдім да жерге қарай. Бір қарасам жерге көрсетіп, ауылымның үстінен түстім да. Ауылымның үстінде жаңағы Өмір деген ағам бар. Өмір деген ағам қасында бір досыма бір қолтығынан ұстап, мақсат қайтыс болды деп жылап барады екен да. Сөзім, аға тірімін ғой мен қасында жүрмін деп келіп жатырмын да. Мен тірімін ғой, қарасайшы деп, мен көріп тұрмын. Көз алдыңызда басқа сізді алып бара жатыр, сіз мына жақтан кері келіп жүрсіз ғой сондай? Жоқ. Мен айдың үстінен түстім да жерге. Түн ғой әлі. Айдың үстінен түстім да, айдың жарығы түсіп тұрды. Содан ағам кетіп барады, жаңағы Өмір деген ағам кетіп барады. Мақсат кетіп қалды деп ше, жылап ше. Сол қолтығынан бір кісі ұстап алған екен. Содан мен ана кісінің қасына келіп, аға мен тірімін ғой, мен қасында жүрмін ғой деп жатырмын да. Сол көріп тұрған жоқ екен. Бір кезде резко түс өзгеріп кетті да, андай. Көзімді ашсам, андай кішкентай бала екенмін да, кішкентай балам, сәби ше, ең жаңа туылған бала. Сол марқұм Зейнел жаңа әжем бетімді ашып түкіріп жатыр екен да, көзі жылап тұр екен да, бірақ күліп тұрды. Қатты күліп, мәз қуаныштан жылап жатыр да. Түкіріп жатыр екен, тфа, көз тимеді, тфа деп жатыр екен да. Әже не істеп жатсыз деп мен орнымнан бір кезде тұрамын ше. Кішкентай сәби болып менің бетімді ашады да, орнымнан ағып тұрсам, жаңағы Бақытжан деген ағам бар, Бақытбек деген ағам бар, артынан қуып жүр екен да. Сенің көзің ақ деп артынан жүгіріп, мен балақ соп қашып жүрмін да. Сенің көзің ақ деп артынан жүгіріп келе жатыр, тоқтап қаламын өстіп. Сенің көзің ақ деп тұрып алды ғой, екеуі қайталай берді, сенің көзің ақ деп жатқан кезде оянып кетемін. Сонымен енді осы бала кезімде көремін, әжеме де айттым, бүкіл ағайын туысқандарым бәрін айтып шыққан шығармын, дос балаларыма да көріп отырса күлетін шығар. Біз бірінші осы сұраққа, осы түстің несін әлі күнге дейін мен зерттеп жүрмін да.
не үшін бұл түсті көрдім, айдағы адам кім болды, бір ойым пайғамбар емес пе екен деп қоямын, өзімді қуантып қоямын. Жақсылыққа жору керек қой. Иә, жақсылыққа жол керек ол түсті. Ол алла тағала жайдан жай ешкім түсіне кіргізбейді ештеңені. Солай ғой. Осы жақында болған, мен сіздерге айтып берейін, осы жақында ғана болған алланың бір кереметі болды. Өзім умраға барғым келіп, андай ниеттеніп жүргем, бір кездерде ұмытып кеттім да ол жерде. Есімнен шығып кетті. Жұмыс білесіздер ғой, сіздер сияқты өнерде жүргеннен кейін миымыз ашып жүреді ғой, әр проектіні бір ойлап миымыз ашып кетті. Bir günü өзім мешітке барғым келді, өзіме өзі тупо. Мешіт, әйтпесе мешітке шыны керек ашығын айтып көп бармаймыз ғой. Енді мен лично өзім көп бармаймын да мешітке. Бірақ өзіне өзі бір күні мешітке барғым келді. Именно құптан намазына барғым келді, бүгін кешке жақын. Барып өзіме өзі дәретті алып құптан қарап шешті. Жоқ, бүгін намаз мешітке барғым келді, өзіме өзі мешітке келгенмін. Мешітке келсем, мешітте ешкім жоқ екен. Жаңағыдай имам кіріп келе жатыр екен да. Осыны, кстати, мен инстаграмға салғам, көрсеңдер ғой, дәлелмен, тиктогыма да салып қойғам, не дәлел екенін түсіндіріп. Өстіп, мешітке кірем, артынан мешіттің имамы кіріп келеді. Ол кезде танымаймын ол кісіні. Кіріп келеді да, ассалаумағалейкум деп, қолында кувшин, зәмзәм суы бар да, құрмасы бар екен да. Келіңіз ауыз тиіңіз деп маған беріп жатыр ғой, құрмадан жеп, кешкі салқынмен. Күшті болып тұр. Иә, погода күшті болып тұр. Құрманы жеймін, суын ішемін, сөйтіп тұрамын да, сториске саламын ғой. Бүгін маған бір андай ерекше күн болды деймін да. Ана кісі айтып жатыр ғой, енді құрмадан ауыз тиіңіз, зәмзәм суын ішіңіз, бүгін Меккеден келіп жатырмын деді да. Мәссаған барып, маған да бұйырса екен барып, алла тағала деп, сол жерде құптан намаз оқып, алладан сұраймын, алла тағала мүмкіндік болса жіберші мені деп жатырмын да. Барайыншы, қанша ақшам болса да мүмкіндік болса неге бара алмай жатырмын мен. Қанша ақшам болса да бара алмай жатырмын, не үшін барайыншы, бір мүмкіндік берші, барып қайтайыншы жаққа. Алла өзі шақырады дейді ғой. Иә, дұға жасаймын, ойлаңыздар, сол жерде дұға жасаймын. Еще сториске саламын соны. Соны сториске саламын. Сөйтіп сториске саламын да, шығып машинаға барып отырамын да, и бір ойыма идея андай келеді ғой. А что если мен бір Алланың сүйікті құлын күтпеген жерден просто мен умраға жетсем болай ма деген дедім да. Өзімді емес, біреуді. Біреуді, иә. Там жақсы болды ғой, полный пакет сатып бере саласың, бәрі дайын, барып келе салады. Ойладым, а что если сөйтіп бір адамды мен жерлесем дедім да. Күшті дейді екен, мынаны жасайыншы мен дедім да. Сөйтіп үйге қайтып кетемін, короче. Үйге келемін, ойымнан жоқ, келемін, ұйықтап қаламын. Таңғы сағат 8-ден өте маған сообщение жазады. Мен телефоным қойды, көрсетейін қазір. Таңғы сағат 8-де маған сообщение келеді. Сообщение кімнен келеді, қызығы? Бір жыл бұрын мен сабақ алған ұстазым бар. Бір жыл бұрын сабақ алған ұстазым бар. Ол кісіні бір жыл көрмеген мен. Сол кісі бір жыл өткеннен кейін маған сообщение жазып тұр ғой. Мәке, ассалаумағалейкум, сізді түсімде көрдім дейді да. Біз Мәдина қаласында пайғамбарымыз саллаллаху зиратының жанында тұр екенбіз. Мен сізге пайғамбарымыздың саллаллаху өмірбайын айтып беріп жатыр екенмін деймін да, дейді да. Сізді походу сол жаққа шақырып отырайын, барып қайтпайсыз ба дейді өзіңіз. Ойлаңыздар, таңғы сағат 8, мен кеше түнде ғана дұға жасадым. Алла тағала мені уже азында сағат 8-де шақырып тұр ғой. Сөйтіп ештеңе қараған жоқпын, сол жерде тұрып, резко Google-ға кіріп, қандай жақын ближайший не бар? Турлар бар. Тур бар деп, құдайдың құдіреті, сразу 5 күннен кейін фыр еді. Ол потолок емес қой, потолок мынау болды. Болды деп өзіме не алғам ғой. Не дейді, компаниядан не сатып алдым. Не дейді, путевка ма, не дейді? Пакет сатып алдыңыз болып. Полный пакет сатып алдым өзіме. И әйеліме келіп мақтанамын ғой, мен осылай. Әйелім намаз оқиды мен, бес уақыт. Әйеліме мақтанамын, ұшып баратым, барып қайтамын, короче. Сен үшін дұға жасаймын, уайымға келесе сен барасың. Өйткені оның арты черный список тұғын. Кредит алып, баяғыда кезінде кредит алып тастаған. Кредит алып тастаған демей-ақ қой, бірге алдық қой. Әйелім екеуміз қиналып кезінде алдық қой. Кейін просто оны төлемей қойған себебіміз үш адам болып бірге алдық та. Оның біреуі төлемей қойды, екіншісі тоже жағдай болмай төлемеді. Групповой алған ғой кредитті. Групповой дейтін бар ғой. Әйелімдікін төлеп тастайын десем, екеуімдікін төлеуім керек ше. Айтшы, по-любому кредит не шықпайды ше. Сөйтіп төлемей жүре бергенбіз ғой, қойшы деп. Сөйтіп әйелім, сен баратсың, күшті, саған менің арманым ояқ
деп қалды ол кісі де барғысы келіп тұр ғой. енді барғысы келіп тұр ғой енді. Сөйтіп өзі түнде жаңағыдай тағы айтсам өтірік деп ойламасын, құдай сақтасын, қазір андай дін жайлы бірдеңе жазсаң болды, ой алдағы келсе ол бірдеңе айтып жататын болды, құдай сақтасын. Бірақ сол күні түнде тахаджудке тұрады ғой әйелім. Тахаджудке тұрады да намазын оқиды, не сұрағанын білмеймін, ұзақ бірдеңе сұрады әйтеуір. Сөйтіп келесі күні бұл жаңағы артын тексерейінші, осы кредиттердің бәрі не болып жатыр өзі, барып есептейін, сонша миллион болып кеткен жоқ па екен деп ше, бұл алғанымыз 900 мың ба 700 мың, 5-6 миллион болып кеткен жоқ па екен деп, сол күні барып келесі күні, сол күні азында яғни барып тексереді ғой. Тексереді осылай деп, кредит артын тексереді, полный. Тексерсе айтыпты, мен кредитім қанша десе, сіздің артыңызда кредиттің бәрі кешіріліп кеткен дейді ғой. Қалай кешіріліп кеткен? Осы Тоқаевтың жарлығымен сіздің бүкіл кредитіңіз бәрі кешіріліп кеткен дейді ғой. Әйелім жылағызын айтты ғой. Мен түнде ғана тахаджудте сұрадым, Алла мен де күйеуіммен бірге барайыншы деп қарайын да. Ал кешіріліп кеткеніне еще 1 жыл болған ғой. Біз 1 жыл бойы әйелім артында черный списокте бар деп ойлап жүрсіз. Бар деп ойлап жүрдік қой. Сөйтсек 1 жыл бойы Тоқаевтың жарлығымен бүкіл кредит кешіріліп кеткен ғой әйелімнің артындағы. Сөйтсек артын тексерсек выездной бәрі тап-таза. Ойбай деп алып оғанда Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Барып қайттық. Сөзіме дәлел болсын, TikTok'ыма Бегемханға кіріп қарасаңыздар болады, кстати. Көрдім мен иә. Сол жақта бүкіл дәлел мен бәрін салып тастағам. Сол жаңағы. Сөйтіп жаңағыдай айтып жатсыздар ғой, жаңағы бауырым айтып жатыр Мұхтар, тоже адам антты уәдеде тұру керек. Жаңағы Алла тағала сол кезде уәде беріп қойған ба, сіздің бір сүйген құлыңызды Құдай қаласа умраға жіберемін деп. Сол умраға аман есен барып келіп, Аллаға шүкір жаңағыдай бір умра сатып алдым да, Алланың бір сүйікті құлына берейін дейтін ниет болды. Бірақ білмейсің ғой қайсы сүйікті құлы. Көшеге шығып алып біреуге бере салмайсың. Сосын не істеймін деп тұрып қалдым да, өстіп Алла тағала тоже келіп көмектесті ғой келді. Таң намазда кім бірінші келді, соған бере салды ғой. Сөйтіп ол видеоны көрдіңіздер ме? Көрдім мен. Қанша миллион просмотр жинап кеткен еді. Жаңағы мешітке. Көрдім. Мешітке таң намазына кірдім да, кіріп кетсем, артынан біреу келіп келді. Қарапайым кейін оған, бір ауылдың баласы ғой. Бізден үлкен екен шамалы. Имам емес, ешқандай емес. Просто сол жамағат екен да, сол мешіттің. Кеп азан шақырады да. Оқы дедім, бірінші менің кезде осы сол кірді. Сөйтсем ол кісі де армандап жүрген екен, өмірінде барып көрмеген екен. Сол кезде Алланың қалауымен ол кісіге де сыйладық. Иә, сөйтіп оның қасындағы жаңағы имам кіріп келген еді. Имамға да көңілін қимайық деп, оған да пранк жасап кішігірім оны, бірақ ешкімге салмадым. Ол пранк мысалы ауырлау кетті. Бірақ ол кісіге де жаңағыдай умра сыйлап. 2 умра бердіңіз ба? Иә, 2 умра беріп, екеуі бір бет бір-бірін ұшып бара жатқан. Сондай қызық қылғанбыз. Ана кісі жаңағы умра сыйлаған кісі бір күнде ұшып барады екеуі кешке жақын, бірақ ана сағаттар 2 сағат па 3 сағат разница. Екеуі сол жақта кездесті ғой. Шок ше. Екеуі де жаңағы Мәдинада бір-бірін жаңағыдай жолығып. Сондай қызық болған. Қарғысталған көше дейді. Бұл сонда ойдан құрастырылған ғой? Жалпылама негізі өмірлік мәні бар. Мәні бар. Оқиғалары, иә, өзім ойдан құрастырғанмын. Қиянат, антты бұзу, азғындық, көз жас дейді. Қарғыстың есігін ашқан адам сендердің араларында дейді. Иә, ол да рас бірақ. Мистика детектив қызық екен. Оқитындай дүние екен негізі. Жалпы не ғой? Қылмыскерлер андай шынайы өмірдегі емес, жаңа айтқандай мистикалық тұрғыдағы қылмыстар ғой. Жаңағы заңдылықтарды бұзатын. Әдемі екен. Бұл сатылымға шықпады әлі бірақ, шықты ма? Сатылымға шықты, иә. Актерлар уже мына жерде байқадыңыз. Шынайы кейіпкерлерді, прототиптерін шынайы өмірден алдым. Бейнелерін жалпылама. Қызық. Сол бір жағы Қазақстанға бір жаңа жанр болсын, кітап индустриясына бір өзіміздің үлесімізді қосайық, кітап оқитын жастарды, білімді жастарды өзімізге тартайық, осындай бір ерекшеліктермен деп шығарылған дүние. Как раз біздің подкастқа сай кітап. Иә. Иә. Подкасттарыңызға сай екен, кстати. Подкасттардың бүкіл 55 минуттың уақытын мен алып қойыппын ғой, әңгіме айтып отырып. Жоқ, жақсы. Өзім андай адаммын да. Әңгімесі қызық болды. Адам бөлмеймін. Мен любой көшеде заправщик ағамен де әңгіме айтып тұрып қаламын. Бір сағат, 2 сағат әңгіме айтып тұрып, еще анан жібермейсің ғой, жұмыс еткізуге ше. Әңгіме айтып тұра бересің, сондай мені көрсе бәрі қашады ауылда. Мен тұрсам әңгіме айтып тұра беремін ғой.
сосын мынандай болды деп айтып Иә, отырып әңгімеде отыра берсінші. Күшті күшті. Сол сияқты. Рахмет сіздерге. Көп осылай келіп жатқандарыңызға, өздеріңіз оқиғаларды айтып жатқандарыңызға. Рахмет. Аман есіздер. Сіздер шақырып отқандарыңа рахмет, өстіп жобаларыңа сәттілік тілейміз, Құдай қаласа. Миллиондап оқырмандар жинай беріңдер. Жобаларың алға тарта берсін, жүре берсін. Мықты. Келесі кім шақырасыңдар? Келесіде Келесіде шақырамыз. белгісіз енді ол. Пока белгісіз, иә. Келесі Жобаның көргенде қызық соңында болып қалсын. андай қызық болсын. Жобаның соңында желательно алдын ала мысалы шақыратын мысалы қонақтарың болса, кім қонағыңның бір сөз өтетін адамдар болады ғой. Келесі сол кезде соңына жолдап жүрсе, давай сен осы жаққа кел, менің сөзімді жерге қалдырма, қолдау болсын деп бір ауыз ескертіп қойсаңдар, келеді да олар. Сіз кімді ұсынасыз? Так, мен ұсынайын кімді? Екі адамды айтыңыз. Келесі выпуск қашан? Жақын арада. Давай кім шақырамыз? Медитжан шақырайық. Медиттің қасына Қалжан шақыру керек. Қалжан Нұрғиса. Сол екеуін шақырсаңдар болады. Иә, достар, бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Бүгінгі бізбен бірге болып, өздерінің оқиғаларымен. Кітаптан ақталады. Қазір айтылады соңында. Жалпы ғибратты әңгімелерін бөліскендеріңізге рахмет көп. Мақсат ағамызға, Мұхтар бауырымызға. Өткен выпуста айтылғандай, жалпы осы біздің Қорықпа подкастының атынан промокодпен, Қорықпа промокодымен осы кітапқа Қарғысталған көше кітабына 10% жеңілдік бар. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер. Ол лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды бөлісіп, қырқып тиктоктың бәрін таратыңдар. Миллионда просмотр жинасын. Сол кезде осы жігіттер дамиды. Құдай қаласа, команда дамиды алға қарай. Күшті кітап екен. Өте қызық кітап, кеңес береміз оқуға. Оқу керек, алып, тауып, қақтан алып отын енді. Осы қазір сілтеме. Иә, сілтеме қалдырамыз астына. Сол сілтемемен өтіп. Описаниеға қалдырасыңдар ғой? Иә, описаниеге. Описаниеға өтесіздер де, получается, төлем жасап, доставка әкеліп бере ма үйіне? Иә. Болды, әдемі. Кез келген жерге дейін жеткізіп береді. Бізде подкаст аяғына жетті. Егерде Мақсат ағамыз бен Мұхтар бауырымыздың әңгімелері сіздерге қатты қорқынышты әсер туғызып жатса, қорықпаңыздар ешқашан. Каналға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетіңіздер. Сіздерге алғысымыз шексіз.